Елбасының рухани жаңғыру мақаласы аясында өлке мақтаныштарын насихаттау мақсатында бір көше, бір тарих жобасы жүзеге асырылып жатыр. Өңір қаламгерлерін дәріптейтін акцияның кезекті шарасы жазушы Хамза Есенжановтың шығармашылығына арналды. Хамза Есенжанов Теректі ауданында дүниеге келген. Батыс Қазақстандағы тұтас бір кезеңнің оқиғасын қамтитын атақты Ақжайық трилогиясының авторы. Белгілі жазушы шығармашылығына арналған келелі кеште қаламгердің қарым-қабілетті азаматтық болмысы мен жалынды жастарға өнегесі турасында сөз болды. Енді бүгінгі өткізіп отқан шараның ерекше бір өзінің құндылығы бар. Мынау жас буынға өткенде білдіріп, болашақты болжау үшін жасалып жатқан нәрсе. Жалпы тарихты ұмытуға болмайды. Мынау қазақтың біртуар үлкен ғалымы Хамит Маданов деген атамыз былай деп айтқан екен: жатқанда елің еркін азат болып, өзгеге жүрмеу үшін мазақ болып, еліңнің өткенін біл, жұртын таны, сонда сен көгересің қазақ болып деп. Кітапхананың өткізіп жатқан шарасы өте құнды. Оқу мәдениетін дамыту, жерлес ақын жазушылардың шығармашылығын жас буынға дәріптеу мақсатындағы акцияға мектеп оқушылары мен студенттер қатысты. Олар ақындардың Хамза рухына арналған өлеңдерін жатқа оқып, белгілі тұлғалардың пікірлерімен бөлісті. Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету бөлімі көп жылдардан бері осы қаланың көшелерін оқырмандарға, жалпы мектеп оқушыларына таныстырумен айналысып келеді. Бұл ретте де біздер жерлес қаламгерлердің атымен аталатын көшені жас ұрпаққа насихаттау мақсатында өткізіп отырмыз. Жоба аясында бүгін Ғарифолла Құрманғалиев ескерткіші жанында әншіге арналған сазды танымдық сағаты өтті. Сазды бағдарламаға Шолпан Қыдырниязова, Талап Таймасұлы сынды ақындар қатысты. Ал Қаратөбе аудандық кітапханасы ән дүлдүлінің өмірі мен өнері туралы арнайы көрме дайындады. Бір көше, бір тарих кітапханалық жобасы аясындағы шаралар 3 күнге созылады. Әдеби кештер алдағы күндері Ғұмар Қараш, Никита Савичев, Рахметолла Егізбаев көшелерінде жалғаспақ. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишанов, Ақжайық арнасы.